you doing, guys? Today we learn how to make an interrogative sentence in the present simple. And this is day 5. And today with you, Mölder. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі сабақта біз сұраулы сөйлемді present simple шағында жасауды үйренеміз. Бұл бізде 5-ші күн, және сіздермен мен Мөлдір. Экранға қарасаңыздар, бұл жерде бізде сұраулы сөйлемнің құрылымы берілген. Экранның сол жағында do plus subject plus verb, яғни do бұл жердегі бізде көмекші етістік, және де subject яғни бастауыш, және де verb етістік. Бұл сабақта бізде subject'тың, яғни бастауыштың рөлін атқаратын I, you, we, they есімдіктер, және де көпше түрдегі зат есімдер. Және де бұл сұрақтарға жауап берер кезде біз yes есімдік, мысалы I do, немесе no, I don't деп жауап береміз. Енді осы құрылымға қарап біз сұрақ жасап көрейік. For example, do you work? Сен жұмыс істейсің бе? Бұл жерде мен yes, I do деп жауап беремін. Do you go to school? No, I don't. Сен мектепке барасың ба? Жоқ. Do you listen to music? Yes, I do. Сен музыка тыңдайсың ба? Мен иә деп жауап беремін. Do you watch TV in the evening? Теледидар кешке жағын көресің бе? No, I don't. Жоқ, көрмеймін. And the last, do you like English? Ағылшын тілі ұнайды ма? Yes, I do. Яғни иә, ұнайды. Енді осы құрылымға қарап, сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды комментарийға жазыңыздар. Бүгінше осы, келесі кездескенше. Goodbye.